Армысыз ағайын, бүгінгі біздің қарастыратын мәселеміз ол простата мәселесі. Ол көптеген адамдарды қиналтады, сондықтан біз оның шешімін тауып, медициналық жолмен емес, әдеттегідей табиғи жолмен шешудің жолын сіздермен бөліскіміз келеді. Ол үшін ең бірінші мәселе, қандай да болмасын, денсаулыққа қатысты мәселеге келгенде, ол жерге қан бару керек. Сондықтан біз құйымшақ 8 көз жаққа қан жіберу мәселесін шешуіміз керек. Сонымен простата мәселесі шешіледі. Не істеуіміз керек? Сол отырған жерімізде, оны орындықта отыруға да болады. Былайша айтқанда, жұмыста отырып та істей беруге болады, егер жұмыстамын, уақыт жоқ десең. Үйде де отырған жерде отыр, орындықта отыр бәрібір. Енді жұмсақ диванда ол қиын болатын шығар. Жұмсақ креслода, қатты отырғышта, орындықта, және жерде отырып істей беруге болады. Аяқты қалай қойсаң да өзің, былай қойсаң да болады, созып қойсаң да болады, ашып қойсаң да болады, оны өзің білесің. Ең басты мәселе, екі құйрығыңды екі жаққа былай қозғау керек. Қандай жылдамдықпен оны өзің білесің, тез істейсің бе, жайырақ істейсің бе, бірақ осылай екеуін үйкелеп қозғап отырасың осылай. Оны бүйтіп айналдырып та қозғауға болады екі жақта. Бірақ ең тынышы осылай. Екеуін екі аяғымен алма-кезек осылай үйкелеп отыру. Қолыңды қойып, қолдың көмегімен істесең, ол жақсырақ жүреді, әсері көбірек. Міне осылай отырып үйкелей беру керек құйрығыңды. Сонда ол жерге қан барады, қан барып, мәселенің бәрі шешіледі. Қанша істеймін деген сұраққа 1 минуттан 3 минутқа дейін істеуге болады. Одан артық керек емес. Қанша уақыт, қанша мезгіл істеймін деген сұраққа былай жауап береміз. Егер енді басталып жатқан нәрсе болса, күніне 1-2 рет істеуге болады. Егер асқынып кеткен жағдайда күніне мүмкін 3, 4, 5-ден істеуге де керек болады шығар. Бәрі қойған кезде, онда күніне 1 рет істеп тұрса да болады, бірақ қойып кетпеу керек оны. Күнделікті әдет қылып істеп отыру керек. Мысалы, таңертең істеп отырасың, немесе кешке істеп отырасың, жатар алдында. Немесе күндіз күні бойына бір жерде бір реті келгенде отырып, 1-2-3 минут уақыт өзіңе бөлсең, ең бастысы ешқандай дәрі де керек жоқ, ешқандай маман да керек жоқ, ешкімге барып та керек жоқ. Сол отырған жерінде қан жүгіртіп. Қанша уақыт кететінін де айта кетейік. Егер енді басталып жатқан мәселе болса, онда ол 1-2-3 аптада шешіледі. Егер асқынып кеткен жағдайда, онда бірнеше ай керек болады, бірақ түбі шешіледі. Сол ең басты мәселе, сіз қан жүгіртуді қамтамасыз етулеріңіз керек. Қолданыңыздар, лебіздеріңізді білдіріп отырыңыздар. Қашанда сізге жұмыс істейміз. Рахмет, сау болыңыздар.